Так, сағайын, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгінгі видеода біз полноценно психология тақырыбын талқылап өтеміз. Яғни жақында менде WhatsApp чат ашылды. Сол жақта көп адамды байқағаным психологияға үлкен өздерінің минустарын тіркей береді. Яғни сізде қандай проблема деген сұрақ қойсаң, моментально менің проблемам психологиямен байланысты деп айтады да. Так что бүгінгі видеода біз полноценно осы теманы талқылап өтеміз. Яғни трейдингте психология не, және де в основном сіздердегі трейдингтегі проблемаларыңыз почему психологияда не емес екенін мен сіздерге түсіндіріп беремін. Ең алдымен видеоның басында мен өзімнің осы аптада, яғни кеше ашқан екі позициямды разбор жасағым келіп тұр. Яғни қандай логика бойынша ол позиция ашылды, және де осы разбор арқылы мен сіздерге полноценно трейдингте сіздер психологическая проблема деп жүрген дүние, ол психологиялық проблема емес екенін көрсеткім келіп тұр. Яғни в целом бізде графикпен қалай жұмыс істейміз. Уже мен WhatsApp чат аштым, Telegram чат аштым, вот сол жақтан түсінуім бойынша Қазақстанда настолько хайуан инфо-цыгандар трейдинг жайлы адамдардың ойын настолько бұзып тастаған, что адамдар даже трейдинг үшін обучение алып, трейдинг үйрену үшін обучение алып, даже трейдинг не екенін білмейді да. В целом трейдинг деген не? Трейдинг ол сауда, яғни мысалы мына актив бізде евро USD, евро. Вот еврода, например, біз сауда жасаймыз. Анализ жасау арқылы біз бағаның өсетінін немесе бағаның түсетінін білу керекпіз. Және де баға если өссе, біз лонг позиция ашамыз, баға түссе шорт позиция ашамыз. И блин, ана инфо-цыгандар, я не понимаю, қалай адамдар алданып жүрген, но в целом түсінуге болады. Бай өмірді көрсетеді. Вот менің обучениемді алсаң миллиондап табасың, анау мынау деп айтады. Еще блин, обучениялар деген бағасы страшно ғой Қазақстан үшін. Қазақстан үшін әлі күнге де $1000 ақша деген ол нормальный суммадағы ақша. Ал енді бір инфо-цыган келеді да, обучениесін 1,3 миллионға, 1,5 миллионға сатады. И недавно маған бір кісі жазды, что почти что 6-7 адамнан обучение алған, результат жоқ, депозит слив, СНР, Smart Money бойынша обучение сатқан, и ешқайсында результат жоқ. Чисто мошенники, можно сказать. Чисто. Енді жаман сөз айтқан үшін айып етпеңіздер, но наебщики деп айтады ғой. Вот сондай да. То есть адам обучение алады, адамды результатқа жеткізбейді, не результат жоқ, не басқаша жоқ, дым жоқ, не анализ жасап үйретпейді. Хотя, блин, өздері трейдингтің не екенін түсініп, price action, яғни бағаның қозғалысы қалай қозғалатынын біліп барып, обучение жасаса, үндемейсің, хоть, блин, миллиардқа сат, пожалуйста, да, но нет. Ойбай, трейдинг деген сала бар екен дейді да. Трейдинг бойынша эксперт, 8 жыл менің опытым бар деп адамның қаны ішеді. Настолько мен уже нервым ойнайды. Эксперт деген сөз десем бар ғой. Блин, слишком ұят. Байса қазақ байсын дейміз, на самом деле қазақты жейтін вот осындай эксперттер. Ал енді разборға кеттік, чтобы видео тым ұзақ болып кетпеу үшін, потому что алдағы уақытта мен біраз не сіздерге түсіндіретін боламын. Ал енді мынау бізде евроның графигі. Көріп отырсыздар да? Если мен сол сіздер оқып жүрген эксперттерді алып келетін болсам, на price actionға, олар бізге сразу моментально индикатор қосады. Хорошо, даже если индикатор қоспаса да, трендовая линия сызады ғой, блин, вот так. Трендовая линия бізде анау мынау деп ше. Вот трендовая линия бұзды, трендовая линия бұзғаннан бізде баға жоғары кетті. Одан кейін міне уровень неге келді, сопротивлениеға, одан кейін барып бізде баға астыға кетті деген сияқты далбас әңгімені айтады да. Хотя на самом деле нарықта бізде только ликвидностьтің логикасы жұмыс жасайды. Видеоны монтаж жасаған кезде мен полноценно там евро бойынша ашылған позицияның логикасын түсіндіріп берем. Алдымен евро емес, мен герчик деген активке барғым келіп тұр. Вот қазір скрин қосатын боламын, где трейдпен жабылғаны жайлы. Так, вот ағайын, қайтып келдім. Вот менде бұл актив, яғни герчик, Германияның индексі, вот GER40 деп белгіленеді. Вот Forex.com деген график менде вот 3,4%-ке жабылды. Бұл позиция менде. Бұл позиция өзіміздің орта деген клубымызда екінші ментор Диас, яғни NoFomoның салған анализі бойынша ашылған позиция болатын. Мен не істедім? Мен жұмыстармен жүрдім, чатты қарадым.
диас осылай герчик шартовый деп салыпты, и мен моментально позиция аштым. Позиция ашқан кезде мен қандай дүниеге сүйендім? Өте оңай. Ең алдымен біз ХТФ-ке барамыз. Яғни күндіктен бастап анализ жасаймыз. Сол кезде сіздер полноценно түсінетін боласыздар. Ой, мына жақта алып қой. Вот қараңыздар. Бізде байқасаңыздар, күндік таймфрейм үлкен ликвидностьпен жұмыс істеді. Вот тут свип ликвидность, яғни бізде buy-side ликвидность алынды. Енді біз sell-side ликвидностьке кетіп бара жатырмыз. Енді 4 сағат өткенде біз қандай картина көріп тұрмыз? 4 сағаттық таймфреймде бізде байқасаңыздар, баға как положено ликвидностьпен жұмыс істеу арқылы шартовый контекст келе жатыр. Почему? Потому что структура, вот тут слом, вот тут бізде байқасаңыздар, баға коррекция болған, и мына максимум бізде индасмент. Order flow болды, яғни баға ликвидностьпен жұмыс істеді. Осы кезде диас нақты көрген, что бізде шартовый қозғалыс, и первая зона F-та, конечно же, бізде вот этот минимум, ал екінші зона F-та, конечно же, вот этот минимум көріп отырсыздар, да? И диас чатқа анализ салған болатын, что осы минимумға дейін как положено позиция ұстаса болады деген сияқты. Мен не істедім? Диастың анализін көрдім, графикке кірдім, бағаның ликвидностьпен жұмыс жасап келе жатқанын көрдім. Вот тут мысалы байқасаңыздар, баға бізде ликвидностьпен жұмыс жасап келе жатыр. Вот тут ликвидностьпен жұмыс, мына жақта хорошо максимумдар алынбаған. Вот тут, яғни свип, конфирм. Көріп отырсыздар, да? Полноценный шартовый закреп, бізде не бар мына шетте? М15 имбаланс. Вот осы М15 имбалансқа бағаның келгенін мен күттім. Қараңыздар, баға М15 имбалансқа келді, и біз қандай картина көріп отырмыз? М15-қа имбалансқа баға келгеннен кейін мен LTF-ке өттім. Вот, М1-ға кірдім мен. М1-да қандай картина күттім мен? Байқасаңыздар, бізде swing high свип болғаннан кейін, именно ликвидность жиналғаннан кейін, вот, SNR-шіктер осыған мұқият қараңыздар, потому что сіздер бұл жақтан ешқандай поддержка, сопротивление таппайсыздар. Вот тут бізде ликвидность жиналды, моментальный слом. Баға имбалансқа откатқа келді, мен позицияға кірдім. Вот. Take, жаңа диас айтқан, екінші зона F-та. Первая зона F-та осында болды, екінші F-та, конечно же, вот тут болды. Баға не істеді? 1-ге 3 позиция, ал менің позициям қайда кетті? Сейчас 1 минут. Вот. Take-тің скрины. Көріп отырсыздар, да? 3-те 4%. Ешқандай басқа тұратын дүние жоқ. Уже жазылып қойылған, как положено правило. Белгілі бір правилаға сүйенгенбіз, вот сол правила бойынша жұмыс істейміз. Болды. Асыл бір қосатын, басқа тұратын дүние жоқ. Ал енді осы моментте біз евроның графигіне кеттік. Евро өзімнің анализім бойынша ашылған болатын. Ең алдымен ХТФ-ті түсіндіріп өтейін. Уже учениктар біледі, учениктар осы видеоны көреді, сол кезде түсінеді. Бізде жоғары жақта как положено. Сейчас бәрін тазалап тастап, қайттан көрсетейінші. Бізде как положено жоғары жақтан свип ликвидности болды, яғни үлкен көлемде экстернал алынды. Экстернал алынғаннан кейін баға бізде қайдан ұмтылады? Интернал ұмтылады. Қосымша daily биастың логикасы. Биас бойынша бізде күндік цель шартовый. И уже open high low close сабағынан учениктар біледі полноценно. Бізде daily биас шартовый, күндік цель, конечно же, бізде PDL. Вот. Почему баға тейкке бармаған, қазір түсіндіріп өтем. Енді мен қандай картина көріп тұрмын? Менде күндік экстернал алынды, сыртқы ликвидность. И баға менде интернал ұмтылды. Менде полноценный закреп бар, и мен PDL-ді как таргет ретінде көздеп отырмын. PDL деп белгілеп қояйын, чтобы сіздерге полноценно түсінікті болатындай. Вот тут. Енді қандай картина көріп отырмын? Баға бізде PDL экстернал болғандықтан, экстерналға баға бару үшін интерналмен жұмыс істеу керек. И бізде интернал ретінде, как положено, 4 сағаттық имбаланс бар. Вот тут. Көріп отырсыздар, да? Вот. Уақыттың факторының видеосын көрген учениктар сразу моментально түсінеді, и менің логикамды қағып алып кетеді. Қандай картина көріп отырмыз? Бізде 1.00 сейчас бар, 5.00, 1.00 максимум алды, и дальше шартовға кетті. 9.00, конечно же, разворот болды, бірақ байқасаңыздар 13.00 ликвидностьпен жұмыс істеді, вот тут, и ар жағында 17.00, 13.00 максимум жұмыс істеп, бізде вот этот максимумды алған жоқ. Почему? Менің стоп мош жақта болды. Потому что бізде уже интернал алынып қойылды, баға бізде экстерналға ұмтылады. Почему бізде сенде PDL алынбады, сенің таргетің орындалмайды дейтін адамдар болатын болса, если біз Dixie'дің графигіне баратын болсақ, қандай картина көріп отырмыз? Бізде PDL, яғни PDH алынып қойылған Dixie бойынша вот тут. Яғни биас сақталды, ал евроға келетін болсақ, бізде биас сақталмады. SMT, вот и все. То есть басқа тұратын дүние емес. Ал енді осы информациямен 4 сағаттық имбаланстың логикасымен мен часовой таймфреймге келдім. Сейчас 1 минут. Индикатор қосылып тұр, окей. Қараңыздар. М15. М15-те мен қандай картина көрдім? Менде вот тут уже баға ликвидностьпен жұмыс істеді. 5.00-дің
5.00 менде ликвидностьпен жұмыс істеді, яғни 1.00-дің максимумын алды. Енді мен қандай қозғалыс күтемін? Как минимум 4 сағаттық свечаның максимуммен жұмыс істегеннен кейін мен LTF-те, яғни M5-те бағаның өзгерісін күттім. Қандай картина көріп отырмын? Менде уже свип ликвидности болды и менде уже слом осы жақта болды. Слом менде болды, менде ТВХ вот этот минимумнан болды, вот этот максимумға дейін. Стоп-лосс, конечно же, менде за максимум болды. Тейк, конечно же, менде PDL болды. Бірақ бірінші күні менде баға PDL-ге барған жоқ. Азиатский минимум алынғаннан кейін, яғни 21.00-дің минимум алынғаннан кейін баға разворот болып кетті. Вот осы үшін HTF ликвидностьке мән беру керек. А ол кезде мен бос болмадым, из-за этого мән бермеппін. Конечно же, бұл позиция менде либо стоп, либо тейк логикасымен ашылған болатын. И ертесі күні price action'ды көріп отырсыздар. Яғни 17.00 свечасы қалай ликвидностьпен жұмыс істеп, как положено менде тейкке барған. Бірақ, конечно же, SMT деген бір керемет дүние бар да. Мен оны байқамай қаппын. Из-за этого менде позиция вот тут жабылды. Если не ошибаюсь, қазір скринді графикке қоятын боламын. Так, сағайын, вот бізде позицияның жабылғаны бойынша скрин. Яғни позиция порочноуың жабылды, қолмен жаба салдым позицияны. Вот тут менде 1.1405 теңгейінде примерно вот этот областьта менде позиция жабылды қолмен. Почему? Потому что мен SMT болғанын көрдім и вряд ли баға PDL-ге баратын білдім. Вот и все. Биас почему сақталмайды деген учениктарға вот наглядный пример. Яғни ағайын, надеюсь, уже бұл екі разбордан сіздер түсіндіңіздер деген үміттемін, что бізде әрқашан графикке келгенде сіздерде железобетонное правило болу керек. Ол правило сіздерде торговая системада жасалу керек. Яғни мен разбор жасаған барысында сіздер көрдіңіздер, мен қалай жұмыс жасайтыным, яғни нақты снятие ликвидности, нақты факторлар, ешқандай ауадан сделка ашылмайды. Және де только как положено график не істеп жатыр, маған не көрсетіп тұр, не айтқысы келіп тұр, сол бойынша жұмыс істеймін. Және де если сіз прям новичок болып, қуанышсыз қандай стратегиямен сауда жасайсыз десеңіз, конечно же, smart money, price action, вот и все. Вот. Ал енді келесі видеоның бөлігі, конечно же, психологияға арналатын болады. И сіздердің основной психологический проблемаларын шешетін боламыз. Ал енді ағайын, видеоның основной темасына қайтадан оралайық, яғни психология темасына. Және де видеоның басында айтып өткенімдей, почему сіздерде основной проблема психологиядан емес екенін мен сіздерге дәлелдеп көрсетейін. В целом психология тақырыбына келетін болсақ, көпшіліктің ойы мынандай да. Менде психология дұрыс емес, из-за этого менде трейдингте проблема деген сияқты. Хотя на самом деле олай емес. Сіздерге вот мен осылай 4 тал проблемаларыңызды жазып қойдым. Қазір әрқайсысын жіктеп беремін. Мысалы WhatsApp чатқа арналған видео ғой бұл енді. WhatsApp чатта адамдардан сұрасаң, вот менде основной проблема психологияда деп айтады. Хотя ең бірінші ол кісілерде проблема, конечно же, білімнің жоқтығы. Немесе білім деңгейі өте сапасыз. Да, без проблем. Кейбір адамдардан сұрасаң, мен бәрін білем, менде база бар, менде білім бар. Если сіздерде сапалы білім болса, почему сіз минуста жүрсіз? Почему график қайда барады? График өсе ме, түсе ме? Неге білмейсіз? Вот осы сұрақ сұрасаң, жауап бере алмайды да. Просто и все. То есть білімім бар, болды, менде база бар деген сияқты қарайды. Хотя трейдингте нақты білім болмаса, сіздер минуста боласыздар. Қарапайым мысал, ер адамдар үшін де, әйел адамдар үшін де ортақ мысал келтірейін. Например, автомобиль айдау. Если сіз автомобиль айдаймын десеңіз, қалай айдау керек? Оны білу керексіз, жол жүру ережесін білу керексіз, одан кейін барып, біреуді арандатып алмау, немесе өзіңіз арандамау мақсатында автомобиль жайлы полноценно ойыңыз ашық, анық болу керек. Яғни қай кезде там, то есть, например, механика болса, скоростьқа қалай салады, рульді қалай бұрайды, например, автомобильді қалай алдыға жүргізеді, қалай артқа жүргізеді, оның бәрі базовый білім, оның бәрін сіздер білу керексіздер. Просто так, чтобы автомобильді айдау үшін. Тура сол сияқты сіздер трейдингте бағаның өсетін түсетін білу керексіздер. Оны білуге болады, ол гадать етіп, какой-то бір линияны сызып алып, оны сопротивление, поддержка деп отырып қажет емес та. То есть нақты конкретно білімдер бар, информация бар, чтобы сізге график өсе ме, график түсе ме, соны көрсетіп беретін. Ол бізде, конечно же, ликвидность. Мен ликвидностьтің логикасына бұл видеода тоқталмаймын, себебі өте ауқымды тема. Ол тек қана обучениеде болады. Ал енді қараңыздар, почему білімнің жоқтығы сіздерде проблема? Мысалы, әйел адамдар үшін сіз кез келген
тағам жасаған кезде ол қалай жасалады, қандай реттілікпен жасалады, соның бәрін білу керексіздер. Тура сол сияқты трейдингте қаржыға кіріп кетпеу үшін, депозит сливать етпеу үшін, тағы да біреудің сигналына сеніп отырмау үшін, біреуден сұрап отырмау үшін баға қай кезде өседі, қай кезде түседі, қандай уақытта өседі, қандай уақытта түседі, қандай уақытта сауда жасауға болады, қандай уақытта сауда жасауға болмайды, оның бәрін сіздер білу керексіздер. Мысалы, бізде Форексте торговая сессия болады. Нью-Йорк уақытыменде, нақты уақыт белгіленген менде 2:00, 3:00 Франкфурт сессиясы, 3:00, 5:00 Лондон сессиясы. Килзона мен сауда жасайтын уақыт осы. Екінші сауда жасайтын уақытым мен 7:00-ден 10:00-ге дейін. Вот и все. Осы екі уақытта мен сауда жасаймын. Басқа уақытта мен график қарамаймын. Түн жарымда алтын өсе ме екен, түсе ме екен деген сияқты отырмаймын да. То есть сіз трейдингқа келгенде ақша табу мақсатымен келдіңіз. Енді сол мақсатыңызды орындап, ақша табуды керемет стресс қылмай, наоборот, сізге позитивный эмоция алып келетін сала жасамайсыз ба? Сол үшін сапалы білімге ұмтылыңыздар. Яғни сіздердің основной проблемаларыңыз осы білімнің, яғни қолдарыңызда ақпараттың болмағандықтан сіздер страдать етіп, алтын өсіп жатыр екен деп лонг позиция ашып, потом минуста отырып, алтын түсіп жатыр екен деп шорт позиция ашып, потом минуста отырып, страдать етпейсіздер. Если сіздер қай кезде алтын өседі, қай кезде түседі, қандай манипуляция жасау керек, бәрін анық нақты білсеңіздер, в таком случае сіздерде ондай проблема болмайды ғой. Мен WhatsApp чатта қаншама адамға бәленбай голосовой сообщение жаздым. Просто адамдар то ли түсінбейді, то ли мән бергісі келмейді. То ли бір трейдингте бір волшебная стратегия іздейді, чтобы вот тут сделканы ашасың, вот тут сделканы жауып тастайсың, одан кейін астыға ашасың, одан кейін үстіге ашасың деген сияқты. Ондай дүние жоқ, іздемей қойыңыздар. Сіздер өздеріңіз как положено біліммен жұмыс істемесеңіздер, в таком случае трейдингте сіздерге орын жоқ, ақша отқаннан басқа түк таппайсыздар. Вот факт. И айттым ғой, бұл видео в основном менің WhatsApp группама арналған да. И осы чатта отырған адамдар мұқият тыңдаңыздар. Егер де сіздер, қайталап айтамын, сапалы білім алуға ұмтылмасаңыздар, өздеріңіздің білімдеріңізге жеткілікті көңіл бөлмесеңіздер, немқұрайлы қарасаңыздар, в таком случае сіздер минустан басқа ештеңе алмайсыздар. Вот и все. Вот и все. То есть бірінші проблема ол білімнің жоқтығы. Вот. Нақты жұмыс істейтін білімнің жоқтығы. Это уже там СНР бойынша бүйтіп бір трендовая линия сыза салу деген тема емес та, былайша трендовая линия сызып, трендовая линияға баға келгенде хоп, деп лонг позиция ашып жіберіп, одан кейін минуста отыратын жөн емес та. Одан кейін СНРщиктер маған сен трендовая линияны дұрыс сызбадың, анау деп қанымды ішпей қойыңыздар, мен трендовая линияға қарамаймын. Вот осы моментті учитывайте, ағайын. То есть сапалы білімге ұмтылыңыздар. Если сапалы білім іздеген болсаңыздар, келіңіздер, обучать етеміз, идеалист, одан кейін барып ноуфома. Қазіргі уақытта Қазақстанда мықты шығып жатырмыз, шәкірттеріміз өте жақсы результат көрсетуде, сделкаларымыз, анализіміз өте идеальный, және де біз smart money, price action логикасы бойынша жұмыс істейміз. В целом біздің жұмысымыз ол, конечно же, логикаға сүйенген, яғни нарықтың бағаның қозғалыс логикасы, price action және де smart money. Логика алгоритма доставки цены, яғни нарықта бағаның қозғалыс логикасы. Какой-то поддержка емес, какой-то сопротивление емес. Конечно же, бағаның қозғалыс логикасы. Біз осыған сүйенеміз, осы бойынша сделка ашамыз, ликвидностьке қарау арқылы. Вот и все. Біздің барлық саудамыз осы. Видеоның басында разбор жасап көрсетіп бердім. Ал екінші сіздердің проблемаларыңыз ол трейдингке деген қате көзқарас. Көпшіліктеріңіз Инстаграмға кіресіздер, Инстаграмның таргетіне реклама көріп, обучение алып арандаған адамдарсыздар да. Сол обучение алғаннан бәрі басталды. Обучение алдыңыздар, депозит салдыңыздар, бәрі минус, депозит те жоқ, обучениенің ақшасы да жоқ, обучение бір нормальный информация емес, сіздерге какой-то бір СНР деп линия сызуды, можно сказать, сурет салуды, бәленбай миллион теңге сатып жүргенде. Вот сол үшін мен инфо-цыгандарды настолько жек көремін, прям айтып жеткізе алмаймын, бар ғой. Байса қазақ байысын дейміз, бірақ қазақтың түбіне жететін, вот сондай адамдарда. Настолько оларға деген менің көзқарасым жаман, что оларды мен настоящий вот жармаған адамдар деген сияқты айта аламын да. Потому что адам оларға сенді, а ол только өзінің қалтасын ойлап, дүниеден басқа ештеңе ойламай, әйтеуір бір адамды алдап кетсем деген мақсатпен өзі дым да білмейтін салада обучение сатады да. Вот и все. Оның істейтін ісі сол, и в конечном итоге адам зиян шегеді. Қазіргі уақытта бұл Қазақстанда ауру деп айтсам,
артық айтқан болмаймын. Ал біз өзіміз ноуфума және идеалист со временем уақыт өте келе өзіміздің учениктердің результаты арқылы максимально качественный контент беруге тырысамыз. Вот сол кезде көздеріңіз жетеді, что біз реальный информация ұсынатынымызды. Ал енді қате көзқарасқа қайтып келейік. Почему сіздердің трейдингте көзқарастарыңыз қате? Көпшіліктеріңіз бұл салаға байып кетсем деген мақсатпен келесіздер. Конечно, оны дұрыс деп мен айта алмаймын, бірақ только сондай көзқараспен келу қате. Себебі құры ақшаны ойлап келген адам, конечно же, нормальный результатқа жетпейді. Надеюсь, оны түсінесіздер. Себебі ең бірінші білім. Почему мен білімді бірінші орынға қойдым? Потому что сіз трейдингте не істеу керек екенін білмесеңіз, графикпен қалай жұмыс істеу керек екенін білмесеңіз, сіз ақша таппайсыз. Ал инстаграмдағы, надеюсь, уже көпшіліктеріңіз түсіндіңіздер деген үміттемін. Курс сататындар, неше түрлі блогерлар, одан кейін бар тағы да робот сататындар, автотрейдинг деген бәлесі бар. Одан кейін 100% стратегия, потом, тағы не бар бізде? Сигнальный канал деген бәле бар. Ондаймен сіздер байымайсыздар. Олар Қазақстанның, айтып өттім, ауруы, олар Қазақстанға зиянын тигізбесе пайдасын алып келмейді. Уж точно, мен көзім жетті оған. Потому что өте көп адам жазады маған, прям минусқа кіріп кеткені жайлы. Бір әйел 3 миллион 200 мыңға обучение алған 6 адамдан. 3 миллион 200 мыңға обучение алған. Бір обучениесін танымал бір СНР-шіктен алған, ешкімнің атын атап түсін түстемеймін, бірақ қазіргі уақытта ақша шешіп таргетте секіріп жүрген біреу да ол. Ойбай, үндістандық СНР, анау-мынау деп аузына келген топтап. Хотя на самом деле ученицалары бәленбай $1000 минуста, бәленбай миллионға обучение алған, и в конечном итоге осындай маған жазатты, вот қуаныш, мен осылай минусқа кіріп кетіп едім, сол қарызымды қалай жапсам болады деген сияқты, кредитім қалай төлесем болады деген сияқты. Дейсің да қоясың ондай адамдарға. То есть сіздердің бірінші трейдингқа келгенде көзқарастарыңыз байып кету, ақша табу, машина алу, үй алу емес. Сіздердің бірінші көзқарастарың вот мынау болу керек. Білім, түсінесіздер ме? Білім. Вот бөліп қояйыншы, білім деген. Вот білім, яғни алдымен біліңіздер график қалай қозғалатынын, үйреніңіздер, оқыңыздар, одан кейін бірақ та. Ал инстаграмдағы дүниеге сенбеңіздер, надеюсь, уже көпшіліктің минусқа кіргенінен сабақ алдыңыздар. И в конечном итоге сіздер инстаграмдағы 40 миллионға машина алдым, 100 миллионға үй алдым, 10 мемлекетті аралап шықтым трейдингтің арқасында, диванда жатып ақша тап, яғни либо сигнал, либо робот маған бәленбай миллион доход алып келеді, анау мынау деген бәлеге сенбеңіздер, ол қате көзқарас. Вот осы моментті учитывать етейік. Және де маңызды бір дүние бар, ешкімге ақша бермеңіздер под управление. Вот маған адамдар жазды, 7 миллион теңге бердім, күн сайын 200-300 мыңнан беріп отырам деп айтты, хотя на самом деле дым жоқ деген сияқты. Вот осындай дүниеге ұрынбаңыздар, көзқарастарыңызды түзеңіздер, яғни бірінші білімге ұмтылыңыздар. Білімді қоласаңыздар, ақша сіздерді қолайды, гарантия беремін. Вот. Яғни сіздерде екінші проблема ол психология емес, ол қате көзқарас трейдингқа. Осы моментті учитывать етейік. Ал үшінші проблема сіздерде практиканың қателігі және бэктесттің болмауы. Бэктест дегеннен кейінге шегере тұрайық, ал енді практиканың қателігі. Почему сіздердің істеп жатқан практикаларыңыз қате? Көпшілік қазақстандық обучениелер сіздерге советовать етеді, реал счет ашпай тұрып, демо счетта сауда жасаңыздар деген сияқты. Демо счеттар сіздер никогда практика жасай алмайсыздар, если сіздерде білім дұрыс болмаса. Қазір мен оның зиянын түсіндіріп өтемін. Представьте, сіз демо счетта сделка ашып жатсыз да. Сіз трейдинг жаңадан үйрендіңіз, какой-то бір инфо-цыганнан, там СНР-ді үйрендіңіз и демо счетта сауда жасап жатсыз. Сіз, например, бір сделка аштыңыз, 2 сделка аштыңыз, 3 сделка аштыңыз, уже сіз плюстасыз, например, да? Плюста болған кезде сізге қандай ой келеді? Оппа, мынау істейді екен, одан кейін барып, мен уже табатын дүние таптым, осы арқылы мен байып кетсем деген сияқты эйфория келеді, яғни сіз уже өзіңізге деген сенімділігіңіз көбейеді, эго көтеріледі, эго көтерілгеннен кейін эйфория. Вот, мен табатын дүниені таптым, реал счетта істейсіздер, минус. Почему? Потому что сіздер бэктест жасамадыңыздар, статистика жинамадыңыздар. Главная проблема в этом. То есть, демо счетта, хоть реал счетта, разницы абсолютно нету. Сіздер білімдеріңіз дұрыс болмай, статистикасы жұмыс істемей,
хоть демо счетта жұмыс істесеңіздер ол сіздердің психологияңызға зиян болады, және де болашақта андай проблема сіздерді күтетін болады. Уже демо счетта минусқа кетіп бастағанда, ойбай менің стратегиям жұмыс істемейді деп жаңа стратегияға секіріп, стратегияға секіріп жүретін өзі адамдар болады. Вот сондайдың біреуі болып кетесіз. Либо уже позиция ашуға қорқып, анализіңізға сенімсіз болып, сделка ашқаннан дірілдеп отыратын дүние бар да. Вот, білмеймін, бір синдром оның өзі бар ғой. Оған бір белгілі бір атау беруге болады. И в конечном итоге нервная системаңыз минуста, өзіңіз стресстесіз, торговля бір жұмыс емес, бір тозаққа айналып кетті ғой сіз үшін. Страдать етесіз да сіз кәдімгідей, ойбай, позиция аштым, стопқа кетіп қалмасын деген сияқты. Хотя сіздерде стратегия болу керек қой, сіздерде системность болу керек қой. Мен мысалы байқасаңыздар, евро бойынша позицияда мен 2 күн отырдым. 2 күн мен евро бойынша позицияда отырдым. Көрсетейінші тағы бір рет, чтобы сіздерге наглядный болу үшін. Мен қорықтым ба? Мен қорыққан жоқ. Менде позиция осы жақта ашылды. Стоп-лосс менде осы максимумда болды. Менің take profit'ім вот этот минимум болды. SMT болғандықтан, конечно же, мен take profit'іме баға барған жоқ. Бірақ мен настолько өзімнің стоп-лоссыма сенімді болдым, что мен бұл позицияны ойлап қиналған да жоқпын да, потому что белгілі бір логика бойынша ашылып отыр да, бұл позиция көріп отырсыздар да. Қанша уақыт позицияда отырсам да мен қорыққан жоқпын. То есть сіздерде осындай система болу керек. Вот осында мен сапалы білім деп айтамын. Когда сіздер қай кезде, қандай ситуацияда, қандай шешім қабылдайсыз, нақты білесіз, вот сол кезде сіздердің жандарыңыз тыныш болады. Сіз уже қорықпайсыз, сіз уже страдать етпейсіз. Сіздерде торговляңыз әдемі, вот сол кез настоящий трейдинг, как положено, качественный жұмыс. Яғни сіздерде демо счетта практиканың қателігі, даже демо счетта істеу арқылы сіз өзіңіздің, можно сказать, да, бұл жерде уже психология дегенге келеді. Психикаңызды быт-шыт қып бұзып ала аласыз, если сіз сапалы білім арқылы істемесеңіз, конечно же, бұзасыз психологияны. Вот, осы моментті учитывать етейік. Ал бэктест деген не? Енді бэктестқа келеміз. Бэктесттің болмауы. Бэктест дегеніміз, например, сіз Smart Money'ді оқыдыңыз, уже бір сізде сетап бар да. Smart Money'дің бір стандартный сетапын көрсетейін. Стандартный сетап бізде, например, ликвидность бар асты, sell side ликвидность. Sell side ликвидность жиналғаннан кейін біз бағаның buy side'қа барады деп ойлаймыз. Уже анализіміздің біздің көрсетіп тұр, что баға бізде buy side'қа барады. И стандартный сетап ликвидность жиналғаннан кейін біз слом күтеміз, имбалансна позиция ашамыз buy side'қа дейін. То есть бізде, например, на счете бізде имбаланс болатын болса, біз позицияны, конечно же, осы имбалансына кіреміз, стоп-лосс за минимум манипуляционный, take profit, конечно же, buy side ликвидность біздің таргет. Осылайынан сіз белгілі бір сетапты үйрендіңіз. Осы сетапты үйренгеннен кейін, осы сетап бойынша, осы сетап қай кезде жұмыс істейді, қандай факторда жұмыс істейді, сол бойынша сіздер бэктест жасау керексіздер. Бэктестті симулятор рынкада жасайды, менде қазір подписка бітіп қалды. TradingView'да. Сол бойынша сіздер бэктест жасау керексіздер. Как минимум 1 жыл, максимум 10-15 жыл. Солай бэктест жасау арқылы сіздер уже статистика жинайсыздар. Статистика деген не уже? Осы жерде мен тағы да бір не қосып қоян, статистика деп. Яғни статистика. Статистика дегеніміз не? Жаңа мен айтып өттім, система, торговая система деп. Сіздер торговая система арқылы қай сессияда сауда жасау керексіздер, қандай уақытта сауда жасау керексіздер, қанша RR ұстау керексіздер. Одан кейін стандартына сіз қай сессияда доходныйсыз, аптаның қай күні доходныйсыз. Вот соның бәрін, когда сіз үлкен көлемде бэктест жасайсыз, вот сол кезде статистика жиналады. Яғни сізге қай уақытта, аптаның қай күні жұмыс істеген ыңғайлы. Және де на продолжение немесе разворотқа жұмыс істеген сізге ыңғайлы ма? Вот осы бойынша сіздер полноценная статистика жинайсыздар. Одан кейін уже сіздерде, как положено, проблемаларыңыз шешіліп бастайды. Вот. Ал ол проблеманы, яғни статистиканы жинау үшін ең бірінші сіздерге не керек? Конечно же, вот это добро керек, да? Мен айтатын. Вот, білім деген дүние, сапалы білім. Келіңіздер оқытамыз. Вот. Және де адамдар үшін айтып өтейін. Егер де сіздерде обучение оқуға қаражат болмаса, менің телеграм-каналыма кіресіздер, закрепленный сообщение басасыздар, сол жақта информация тұр, тегін курс канал деп. Қазір мен скрин қоятын боламын. Сол кезде көресіздер, тегін курс каналының ішіне кіресіздер. И ол жақта менде Cryptology деген Smart Money бойынша обучение бар. Өте качественное обучение, бесплатно, тегін, кіріңіздер, оқыңыздар,
алдымен методичка оқисыздар, одан кейін барып обучениені көресіздер. Smart Money бойынша сіздерге өте керемет білімді беретін болады, және де өте структурно әдемі жасалған, яғни бірінші темадан кейін екінші тема, екіншіден үшінші, үшіншіден төртінші деген сияқты бәрі рейд-рейтімен жасалған өте сапалы обучениенің бірі. Соны советую. Ал если мен біліміме ақша салуға дайынмын десеңіздер, келіңіздер, идеалист және ноуфомо үйретеміз, көрсетеміз, результатқа жеткіземіз. Ал результат, конечно же, бір Алланың қолында. Сіздің көңіл бөлуіңізге, сіздің, можно сказать, тағы да трейдингтегі травмаңызға қарап результатқа жеткізетін боламыз. Конечно же, бір Алланың қалауымен. Яғни түсініңіздер, что практиканың қателігі демо счетта жұмыс істеп те сіздер минуста бола аласыздар. Психический минус ол. Ақша жағынан емес, демо счетта ақша минуста әсер етпейді ғой. Және де бэктест жасау керек. Ал оның барлығы тек қана сапалы білімге тіреледі. Ал төртінші факт ол бізде лудомания. Осы лудоманның бірі мен болған. Қазақстанда танымал проблема. Мысалы, менің ситуациямда былай болатын, позициясы отыра алмайтынмын. То есть, например, обедте, например, Франкфурт, Лондон уақытында 4-5% евродан таптым, бірақ уже Нью-Йорк уақытында оның бәрі жоқта. Почему? Потому что позициясы отыра алмаймын, график қарай берем. Яғни психика кетеді, өзім нормально там, өзімді минус болғаннан кейін жаман сезінемін, вот сондай проблемалар болған. Конечно же, ноуфомо Диасқа үлкен рахмет. Менің осы лудоман немді диагнозымды выявлять етіп, шешіп берген сол жігіт, маған торговый система жасап берген сол жігіт, көмектескен сол жігіт. Вот қазіргі уақытта біз уже партнермыз Диас екенбіз. Бірге жұмыс істейміз, бірге бір Алланың қалауымен Қазақстанда ең сапалы обучение жасап жатырмыз. Ал енді сіздерде мен WhatsApp чатта көпшіліктен байқаған лудомания ол, во-первых, графиксіз отыра алмау, во-вторых, метатрейдерға кіріп хоть демо счет болсын, хоть реал счет болсын, бүйтіп кнопканы басып, алтыннан көп позиция ашып тастау, одан кейін разгон деген дүниесі бар. То есть, сіздер просто так, можно сказать, как положено, лудомания деген бізде диагноз бар ғой, сіздер лудомансыздар, позициясы отыра алмайсыздар. А ол лудоманияны қалай жеңеді? Торговая система арқылы. Ал торговая системаны қалай жасаймыз? Білім арқылы. То есть лудоманияны жеңу үшін ең алдымен білім болу керек деген сияқты ғой. То есть сіздерде мен байқаған төртінші проблема осы. И байқасаңыздар тек қана практика деген дүниеде біз психологияны айтып өттік. Қалған бірінші, екінші, төртінші және бесінші темаларда біз психологияға мүлде тоқтаған жоқпыз. Яғни, бұнымен мен не айтқым келіп тұр? Көпшіліктеріңізде проблема, конечно же, психологияда емес, көпшіліктеріңіздің проблемасы білімнің жоқтығы. Мысалы, мен на 100% уверенмін, WhatsApp чатта мен сейчас 1 минут қарайын, нақты естисіздер. Менің WhatsApp чатымда қазіргі уақытта 152 адам бар. Оның біреуі мен, хорошо, 150 деп алайықшы, біреуі шығып кетті анау. 150 адамның ішінен статистикасы бар, сапалы білім алған, білейін ары кетсе бір-екеу шығады шығар, который менің сообщенияларымды аңдып отыратын бар ғой. Қалғанның бәрі осы жерде айтылған, көп дүние сіздерде жоқ. Хорошо, қате көзқарас ол бізде есептелмейді. Ар жағында практиканың қателігін көпшілік жасаған, мен железобетонно уверенмін, ал бэктест, көпшілік даже бэктесттің не екенін де білмейді. Өте плачевный дүние, өте өкінішті дүние, потому что сіз бэктестсіз табысты трейдер бола алмайсыз, сіз только лудоман боласыз да. Және де көпшіліктен мен байқаған бір проблема бар да, баға өсті екенде лонг позиция ашылады, баға түсті екенде шорт позиция ашылады. Да, без проблем, сіз кішігірім скальп позиция ұстай аласыздар, бірақ на самом деле олай сауда жасау сіздің просто психикаңызды бұзады да. Маған мысалы жаңа бір әйел кісі жазады, сөз иесін табады, осы видеоны ол кісі көреді, конечно же, өзін естиді. Бірақ ол ешкім атын атап түсін түстемейміз, адам болғаннан кейін қателеседі. Маған жазады да, қуаныш, мен осылай лонг позицияда отыра едім, яғни лонг аштым, енді лонгымды жауып, шорт позиция ашқанмын алтыннан. Енді баға маған қарсы кетіп бара жатыр, көмектесіңізші дейді да. Мен қалай көмектесем? Бірінші вопрос. Екінші вопрос, почему адамдар лонг-шорт каждый движение ұстағыларыңыз келеді? Мен қазір сіздерге өзімнің $19,000 жұпқан бір позицияма разбор жасап берейінші. Прямой эфирде мынаның бәрін скрить етеміз. Так, скрить.
Қараңыздар, өткенде менде $19.000 тейк бар. Ол қандай логика бойынша ашылды? Топ-даун анализ, апталық имбалансты мен көріп тұрмын, интерналмен баға жұмыс істеген көріп тұрмын, ликвидность, экстернал ликвидностьпен баға жұмыс істеген көріп тұрмын. Менде үлкен көлемде ликвидность жиналды. Мен автоматом LTF-ке барамын. Күндік таймфреймді ашамын, қандай картина көріп тұрмын? Менде разброд бар. Daily bias, sweep болып жабылған. 4 сағатқа өтсем, қандай картина көріп тұрмын? Менде 4 сағаттық слом бар. Мен дальше бағаның продолжение болатын көріп тұрмын. Коррекция, дальше уже бізде жаққа келгенде консолидацияны көріп тұрмын. Понедельник полноценный консолидация болып тұр. Көріп отырсыздар, да? Баға бізде бір диапазонның ішінде. Консолидация. Консолидациядан кейін мен учениктарым біледі, манипуляция болады. Манипуляция вот тут бізде манипуляция болды. LTF-ке өтеміз. М15. М15-қа барғанда қандай картина көріп тұрмыз? М15-қа келдік. Бізде баға ликвидностьпен жұмыс істеді. Байқасаңыздар, структурамен закреп жоқ. Только свип, теммен свип, теломен закреп жоқ. Баға М15 структурамен закреп. Одан кейін свинг лоу алып тасты. М15 офф. Осы жақта менде позиция ашылды. Тейк, конечно же, консолидация максимум. Вот тут. $19.000 позиция жабылды. Осы бойынша мен өзім стримде разбор жасап берген болатынмын. Қосымша өзімнің чатыма салған болатын. Қазір осы видеоға скринді қоятын боламын. Так, сағайым, вот скрин көрсеңіздер болады. Менде позиция осы жақта ашылған болатын. 3243 теңгеінде ашылған болатын. Примерно. Нет, мынау екінші позиция екен, бәсе, что-то шатасып қалдым ғой. Вот 3210. Примерно осы жақта позиция ашылған болатын. Осы жақта менде бірінші позиция ашылған болатын. 3210. Конечно, вот так. Примерно, да? Стоп-лосс за минимум. Take profit. Конечно же, бізде 3244. Примерно осылай болды ғой. Take profit менде. Екінші позиция менде 3243 теңгеінде ашылған болатын. Примерно осы жақта. Аяқта М15 офф болды. М1 свиптан мен позиция ашқан болатынмын. 43 қайда кетті? Примерно осы жақта позиция ашылған болатын. И, конечно же, стоп-лосс автоматом без убытыққа кетті, потому что бізде М3 либо М1 офф басталып кеткен болатын ол кезде. Қателеспеймін, білем менде трейдингке подписка қапты, окей. То есть, осындай екі логика бойынша позиция ашылды бір күннің ішінде. Торговая системаға сүйеніп, торговая стратегияға сүйеніп, сделка екі позиция ашылды. Екі позициядан менде вот $19.000 профит. Екі позицияны да мен өзім телеграм каналына салған болатым, сол жақта көрсеткен болатын. Бәрі сол жақта ақпарат бар. Және де жаңа көрсетуді ұмытып кеттім. Менде контролда вот не бойынша информация. Идеалист эффект телеграм каналына кіресіздер. Закрепленное сообщение. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бірінші ссылка, тегін курс канал ішіне кіресіздер. Ар жағында уже ақпарат бар обучение бойынша. Яғни тегін курс канал көрсетілгенге. Яғни ағайын, надеюсь, уже түсіндіңіздер, что сіздерде пока сапалы білім және торговая система болмай, сіздер никогда трейдингте жақсы табысқа жетпейсіздер. И вот, мысалы, мына екі сделка менде как положено торговая система бойынша ашылған. Ешқандай страдание, баға құлап кете ме екен, баға түсіп кете ме екен деген қорқыныш жоқ, нақты уверенность, что менде баға тейкке баратынына. И вот результат $19.000 профит. Чем пытырлатып алтыннан миллион лот ашып отқанша, если прям разгонщиктер мықты болсаңдар, бір ақтал позициямен осылай жасаңдаршы. Бірақ сделка, чем көп сделка каждый жақты ашпайшы. Яғни, надеюсь, ағайын түсініңіздер, что пока сіздер грамотно өздеріңіздің өмірлеріңізге, торговляларыңызға грамотно қарамай, сіздерде жақсы результат болмайды. Яғни, сапалы білім алыңыздар, сапалы білімге ұмтылыңыздар, сапалы білім іздесеңіздер, кеңіздер, үйретеміз, көрсетеміз. Бір Алланың қалауымен результатқа жеткіземіз. Надеюсь, сіздерге бұл видео түсінікті болды, что енді сіздер психология деп емес, менде біліммен проблема деп білім іздесеңіздер, намного жақсы результатқа жетесіздер, чем
психология деп өздеріңізді алдап жүргеніне қарағанда. Сол үшін білімге ұмтылыңыздар. Білімді қайдан ала аласыздар? Если платно болса, келіңіздер обучать етеміз. Если бесплатно болса, YouTube каналымыз бар, YouTube'дан көрсеңіздер болады, тура сол сияқты. Тегін курс каналды специально сіздер үшін жасап қойдық. Көріңіздер, қосылыңыздар, ақпарат алыңыздар, сапалы білім алыңыздар и результатқа жетіңіздер. Байса қазақ байсын. Сіздермен идеалист, Қуаныш. Надеюсь, пайдалы болды деп үміттемін. Сау болыңыздар.